сәлеметсіздер ме? Сабағымыздың тақырыбы адамзат дамуы және әлемдік саяхат. Бүгінгі ай-күнді жазамыз. Сынып жұмысы. Сабағымыздың мақсаты интервью мәтіннің мақсатты аудиториясына арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу. Ең бірінші терминдерге тоқталатын болсақ, синтаксистік норма сөйлем құрылысына алуан түрлі бөлшектерінің қиюын тауып орналасқан жұртқа әбден дағдылы болған қалыптар. Тілдік ортада өскен адам сөйлемнің синтаксистік жүйесін орынды пайдалануда көп қателіктерге ұшырамайды. Өйткені сөздердің орын тәртібі, сөйлем мүшелерінің байланысу заңдылықтары тілімізде мейлінше тұрақталған. Бұның барлығы синтаксистік нормаға жатады. Сөйлем құрылысын бұзбай айтудың амалы сөйлем мүшелерін дұрыс орналастыру. Синтаксистік нормалар сөйлем құрастыру мен сөз тіркестерін реттейді. Келесі бізде сөз жасамдық норма. Жаңа сөздің жасалу жолын реттейтін қалыптасқан жүйе. Тілдегі сөздер қосымша жалғану, бірігу, қосарлану, қысқару, тіркесу жолымен жаңа мағынаға ие болады. Сөзден сөз туады. Мысалы, шипажай бізде бірігу арқылы, БОО, яғни біріккен ұлттар ұйымы, қысқару арқылы. Тыңдалмалды тапсырма. Жаһандық мәселе сөзіне кластер құрыңыздар. Терминдер мен ұғымдарды қолданып, адамзаттың дамуы мен әлемдік саясат ұғымымен байланыстырыңыздар. Келесі бізде тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдап, кімдерге арналғанын анықтаңыз. Термин сөздер мен тілдік оралымдарды тауып, оларды қандай мақсатта қолданылғанын талдап айтыңыз. Жаһандық мәселелерді анықтаңыз. Кестені толтырамыз. Дескриптор бойынша мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдаймыз. Яғни бұл жанр, аудитория, терминдер мен ұғымдар не үшін қолданылғанын, тілдік оралымдардың не үшін қолданылғанын анықтаймыз. Тыңдалымнан кейінгі тапсырма. Тыңдалым мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыздар. Келесі жазылым тапсырмасы. Мәтіннен сөз жасамдық және синтаксистік нормалар сақталған сөздерді ажыратамыз. Дескриптор бойынша сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды ажырату. Берілген терминдердің анықтамасын өз түсінігіңізбен жазыңыз. Бұл жерде біз синтаксистік норма мен сөз жасамдық норманың өзіндік ерекшеліктерімен анықтамасын өзіңіздің түсінігіңізбен жалпы тақырыпты қалай меңгердіңіз, соған байланысты анықтамасын, түсінігіңізді, мысалдарды келтіреміз. Сабаққа кері байланыс береміз.